Башаңызға сәлем, сіздермен оқырман подкасты және оның жүргізушісімен Құдайберген Дінмұхаммед. Подкасттың бүгінгі тақырыбы балалар әдебиеті жайлы болмақ. Көбіне-көп жастардан бөлек балалардың да кітапқа қызығатынын байқап жатамыз. Сол балалардың қандай кітап оқығанды ұнататынын білу үшін бүгінгі подкастымыздың қонағы Фараб кітапханасының үздік оқырман номинациясын жеңіп алған Мумтахина Әжібекпен бірге осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Жалпы бізде қонақта Мумтахинаның анасы да сонымен қатар Роза ханым келген болатын. Роза ханым, сіз өзіңіздің қызыңыз жайлы жалпы ақпарат беріп, үздік оқырман номинациясын қалай алды, сол жайлы айтып өтсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Қош көрдік көргенімізге. Номинацияның себепкері әпкесі болатындығым, осы жерге кітапқа жазылдық. Кітапты көбірек оқитын, даже андай сырттарда, маршруттарда, қоғамдық жерлерде оқып жүретінмін. Осындай кітапқа қызығатын баланың анасы болу меніңше ерекше сезім секілді. Өйткені бір кітап деген ол бір ерекше сезім сыйлайтын, бөлек әлемге енетін, бөлек әлем ғой жалпы. Сол сезімді сезіну бұлай тұрсын, сол сезімді сезінетін адаммен бірге болу, ол уже бөлек әңгіме да. Енді Мумтахинаның өзіне келсек, сен өзіңе жалпы қандай кітаптар оқыған ұнайды, қандай жанрдағы кітаптар, мысалы балалар бөлімінде ертегілер бар, батырлар жыры секілді қандай кітаптарды оқығансың? Маған Мақтағыз бен Масал, Асқабақ пен Шал деген кітаптар оқыдым. Саған соларды оқығандар қызық болған шығар? Иә. Жалпы кітап деген негізі жаңа айтып өттік қой, ересек, жасөспірім, балалар болып бөлмейді ешқандай. Жалпы қазіргі таңда балалар әдебиеті тек ертегі жинақтарымен ғана емес, ауқымы кеңейіп жатыр. Мәселен, анимациялы түрде болған журналдар жарық көріп жатыр. Бірақ өкінішке қарай бізде осы бағыттарда сауатты түрде жүргізетін балалар әдебиетінің өкілдері қазір кем-де-кем. Кезінде мысалы Алаш қайраткерлерін алып қарасақ та, неге балаларға жазбаймыз, біз жазбасақ кім жазады бұл мәселені деп қозғап кеткен. Бертін келе, мысалы Мұзафар Әлімбаев та Балдырған журналын басқарған кезде үлкен қаламгерлерге өлең жаздырып себепкер болды. Жалпы айтпағым, осы сарындағы қазіргі заман талабына сай дамып жатқан жаңағы анимациялық журналдар секілді басқа да кітаптарды оқисың ба, қызығасың ба жалпы? Анаң сен бір қызығушылығыңды ояту үшін бір іс-әрекетке барды ма? Мысалы, бір балмұздақ әперем деді ма, не болмаса бір нәрсені сатып әперем, осыншама кітап оқысаң деп айтты ма? Қандай әрекет болды? Не істеді анаң сен үшін, кітап оқу үшін? Өйткені анам Фараб кітапханасына алып келді. Яғни сен осы Фараб кітапханасына қызықтың ғой, Фараб кітапханасы қандай екенін осы кітапхананы көріп, сенің кітапқа деген қызығушылығың оянды, иә? Кітапқа деген қызығушылығым 2-ші сыныпта ұстазым Алия Ықыласова оятты. Сол кезінде оқушылар болып отырғанда маған апайым бір ертегі айтып берді. Содан кейін маған кітап қызық болды. Роза ханым, сіздің қызыңыздың осылай кітапқа деген құштарлығы секілді өзге балаларға да немесе ата-аналарына қандай кеңес, ұсыныс айтар едіңіз? Қазіргі негізі балалардың 90-80% телефонда ғой, негізі гаджет. Бұл қыз, шынымды айтсам, бәріне өтірік болып көрінеді. Телефонға мүлдем қызықпайды екен. Балалармен ойна деймін ғой, қызықпайды. Сол тек бұл кітапқа ғана қызығады да. Сол ата-аналарға айтар едім, балаларыңызды кішкене болса да уақыт бөліп, кітаптармен таныстырып, сол кітаппен таныстырса, бала уже әлемге кіреді, кітаптардың әлеміне. Сізге көп рахмет. Осы балалар әдебиеті туралы, жалпы осы балалар әдебиетіне қызығатын баланың анасы ретінде осылай бізге подкастымызға қонақ болып келгендеріңізге, Мумтахина, саған да көп рахмет. Бұйырса, өзімнің кітап қорының кеңеюіне, көбеюіне тілектеспін. Келгендеріңізге, сұхбат бергендеріңізге көп рахмет. Рахмет, сізге де рахмет. Алғашқы жұмысыңыз екен, сәттілік тілеймін. Ондай студент болған өте күшті ғой, негізі. Ондай баламен жұмыс істеу, қазір балалармен көбінесе жұмыс істеуде қиын. Мен барынша ата-аналарға кеңес берерім. Балалармен кітапқа келіп, оны
мына қазір 90% гаджетке емес, 90% болмаса да бір 50% болса да мына кітапқа алып келсе, кітапты көрсетсе, сіздерге де көп рахмет, жұмыстарыңызға табыс, ісіңізге оң болсын деп айтар едім. Жақсы оқумен оқып бітіріңіз. Бізде құда қаласа сіз сияқты жақсы қызым да жақсы не бұйырсын. Әмин бұйырсын. Осымен біздің подкастымыз аяғына жетті. Аман сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған оқырман подкасты.